осындай баннерді біз қалай жасаймыз? Суретті қиып аламыз, ең алдымен дайындап. Үстін басып, соңғы мәсік бөлімін екінші бөлім таңдаймыз. Кішкене былай кетіреміз, уже сурет таңдаймыз. Бізге қажет телефонды осылай қиямыз. Суретте осы телефонды тағы да кетіреміз. Жақындатуға болады осылай қойып. Және қиған суретімізді осылай қоямыз. Артындағы қажетсіз заттарды қиып тастаймыз осылай. Осылай шынайы болу үшін парашюттарды қосамыз. Осы слой бөлімінде таңдап, парашютты төменгі бөліміне қойсақ болады. Артына қарай кетеді. Үстін басып дубликейт етіп, копировать етеміз де, бұны кішірейтіп, бұны артына саламыз. Және де бұл енді көп болып кетіп байқаңыздар, бұны кетіп тастауға болады. Мәсік бөлімінде болады бұдан. Деміз, тағы да екінші түрін қосамыз. Бұны артына жіберсек болады телефонның. Міне дайын жасап көріңіздер.